Сәлем достарым, мен сендерге хореография сабағында жасалынатын жаттығуларды көрсететін боламын. Ендеше кеттік. Созылу. Екі аяғымызды алдыға созып, басымызды аяғымызға қоямыз. Келесі жаттығу шпагатқа отыру. Және шпагатқа отырып алдыға созылу. Лягушка кейпінде жату. Тағы да сол жаттығуды қайталаймыз. Келесі жаттығу көбелек кейпінде отырып, алға созылу. Келесі жаттығу көбелек кейпінде бір аяқты көтеру. Және екінші аяқты көтеру. Келесі жаттығу екі аяқты бірдей көтеру. Келесі жаттығу колечко жасау. Аяғымыздың ұшын иығымызға жеткіземіз. Енді жартылай шпагатқа отырамыз. Және жартылай шпагатта колечко жасаймыз. Енді жартылай шпагатты екінші аяқпен жасаймыз. Және колечко жасаймыз. Келесі жаттығу шпагатта отырып, оңға иілеміз. Енді шпагатта отырып, солға қарай иілеміз. Келесі жаттығу аяқты стенкада көтеру. Келесі жаттығу стенкада аяқты артқа көтеріп, басқа жеткізу. Достар, егер менің видеом сендерге ұнаса, лайк басып, подписаться кнопкасын басуды ұмытып кетпеңдер.